Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жоба барысында жасанды интеллектті біздер сабағымызда қалай қолданып жүрміз? Сол туралы баяндап берейін. Жасанды интеллектті күнделікті сабақта қолдануға болады. Әсіресе ақын жазушылардың шығармашылығын, ақынның өлеңдерін өз аузынан еститін болсақ, ол оқушының жадында ұзақ сақталатыны анық. Ақын жазушылардың үлгі насихаттарын тыңдататын болсақ, ол үлкен тәрбие. Сіздерге арман мақсаттарыңызға жетіп, білімді ұлт шақты, әділетті азамат болып өсуіңізге үздіксіз білім алуға ұмтылыңыз. Жаңа дағдылар мен білімдерді игеру сізді бәсекеге қабілетті етеді. Өз идеяларыңызды жүзеге асырудан қорықпаңыз. Шығармашылық сізді ерекше етіп, адалдық және жауапкершілік. Бәрімізді де болашағымыздың қандай болатыны қызықтырады. Оқушылардан болашақта қандай маман иесі болатыны сұралды. Сол бойынша жасанды интеллект арқылы оқушылардың болашақта белгілі бір маман иесі ретінде бейнесі жасалды. Мұқағали Мақатаев шығармашылығымен танысқан кезде ақынның 3 бақыттың өлеңін оқушылар қызығушылықпен тыңдады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жасанды интеллект бұл адам ойын компьютерде бейнелейтін программалық жүйе. Күн өткен сайын жасанды интеллекттің түрі көбейіп, қолданылу аясы да кеңейіп келеді. Күнделікті өмірде сабақта қолдануға арналған қазақ тілі пәні мұғалімі ретінде сіздерді сөздер KZ деген жасанды интеллект түрімен таныстырғым келеді. Бұл қазақстандық нейросеть. Сөздер KZ әлемнің 78 тіліне сөздерді аударып, 455 дауыс түріне дыбыстап бере алады. Бұл жасанды интеллект түрін қолдану үшін Яндекс немесе Google-дың іздеу жолағына сөздер KZ деп жазамыз. Содан соң почтамызбен құпия сөзімізді енгізіп, міндетті түрде тіркелеміз. Ары қарай фото немесе файл түрінде дайындап қойған құжатымызды енгіземіз. Егер фото немесе файл түріндегі құжатымыз болмаса, керек мәтінімізді қолмен де теріп жазуға болады. Ары қарай оңай жұмыстана береміз. Жасанды интеллекттің бұл түрі қолдануға оңай және кез келген адам оңай меңгеріп кете алады. Сабағыңызды түрлендіріп өткізгіңіз келе ме? Сабағыңызға оқушылар қызығушылықпен қатысқанын қалайсыздар? Ендеше сабақты қызықты өткізуге арналған жасанды интеллекттің бір түрі 3D кубикпен таныстырғым келеді. Қарапайым куб арқылы әртүрлі заттардың бейнесін 3D форматта көруге болады. Мысалы, ұлттық құндылығымыздың бірі киіз үй. Кубты әрі-бері қозғалту арқылы киіз үйді көзбен көргендей, қолмен ұстағандай әсер алуға болады. Егер киіз үйді кең жерге орналастырсақ, ішіне кіріп, киіз үй жабдықтарымен тамашалай аламыз. Келесі біздің тақырыбымыз сын есім болса, осы 3D куб арқылы сын есімнің түрлерін түсіндіруге болады. Мысалы, ащы тәтті, биік аласа, немесе заттардың пішіні, домалақ сопақ, үлкен кішкентай екендігін көрсетеміз. Бастауыш сыныптарда оқушыларға ертегінің ішінде бірге жүріп әсер қалдыруға осы 3D куб бізге көмекке келеді. Мысалы, Шалқан ертегісі. Бұл куб арқылы ертегінің әрбір кейіпкерлерін 3D форматта көрсетіп, ертегіні баяндай аламыз. Көзбен көріп, ертегіні тыңдау арқылы ертегі бала жадында ұзақ сақталады.
Жасанды интеллекттің бұл түрі мүмкіндіктері өте көп. Әр мұғалім өз қалауынша түрлендіріп қолдануға болады. Болашақ өз ойлағаннан жағын. Сен кімсің? Мен жасанды интеллект. Қайдан пайда болдың? Сенің ізденістеріңнен, армандарыңнан және мүмкіндіктерге не үшін қажетсің? Саған көмектесу үшін, болашаққа жол ашу үшін. Болашақ осы жерде. Біз дайынбыз ба?